Сәлем 6 сынып оқушылары, бүгін біз 1-тоқсандағы Helping and the Heroes, яғни БЖБ 2 тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. БЖБ 2 тапсырмадан тұрады: reading және writing, яғни оқылым және жазылым. Бірінші оқылым бір мәтін берілген, біз ол мәтінді оқып, астындағы 4 сұраққа жауап беруіміз қажет. Және екінші жазылымда бір тақырып берілген, сол тақырыпқа байланысты мәтін құрастыруымыз қажет. Яғни бірінші тапсырмадан орындаймыз. Reading. Read the text and complete the tasks below. Мен оқып және аударып беремін. Greg likes to help his mom make cookies. Chocolate chip cookies are his favorite. His mom likes them too. He adds the chocolate chips to the batter, then he stirs them in. He forms the batter into the balls and places them on a baking sheet. His mom places the baking sheet into the oven. When the cookies are in the oven, Greg licks the last bits of butter from the bowl. He can hardly wait for the cookies to be ready. In 30 minutes, the cookies are finished baking. The cookies are hot and yummy. Мәтінді аударатын болсақ, Грек анасына печенье жасауға көмектескенді ұнатады. Шоколадты печенье оның сүйіктісі, анасы да оларды жақсы көреді. Ол қамырға шоколад чиптерін қосады, содан кейін ол оларды араластырады. Ол қамырды шарлар жасап, пісіру парағына салады. Анасы пісіру парағын пешке қояды. Печенье пеште болғанда Грек тостағандағы қамырдың соңғы бөліктерін жалайды. Ол печеньенің дайын болғанын әрең күтеді. 30 минуттан кейін печенье пісіріп бітеді. Печенье ыстық және дәмді. Енді астындағы сұрақтарға жауап береміз. Answer the questions. Бірінші сұрақ. What kind of cookies are Greg's favorite? Яғни Гректің сүйікті печеньесі қандай? Жауабы chocolate chip cookies, яғни шоколадты печенье. Екінші сұрақ. What does he do when the chocolate chips are in the butter? Жауабы he stirs them. Яғни ол шоколадты печеньеға нелерді қосады. Қалай қосады? Яғни ол араластырады. Үшінші сұрақ. Where does he place the balls of butter on a baking sheet? Яғни ол домалақтаған қамырларды қайда қояды? Ол оны пісіру парағына салады деген жауаптарды жазамыз. Және соңғы сұрақ. What is the best name of the text? Яғни мәтінге қандай жақсы тақырыпты қоюға болады? Яғни Б варианты making cookies. Яғни печеньелар жасау. Келесі тапсырма жазылым. Write about your Sunday household chores. Яғни мәтіннің тақырыбы өзінің жексенбі күні айналысатын іс-әрекеттерін туралы жазу берілген. Астында жоспарлары тұр, сол жоспар бойынша мәтінді құрастырсақ болады. Яғни бірінші, write one sentence about Sunday. Жексенбі күн туралы бір сөйлем жаз. Екінші, write what household chores you can do at home to help your parents or elderly people. Яғни жексенбі күні ата-анаңа немесе үлкен адамдарға көмектесу үшін үйде немен айналысасың. Үшінші, write about your feelings after help. Көмектескеннен кейінгі өзіңнің сезіммен бөліс. Және соңғысы, explain why it's important to help people. Не үшін адамдарға көмектескен ол өте маңызды, сол туралы ашық жаз деп жоспарлар берілген. Енді ол туралы мен өзімнің ойымды, яғни ешқашан мәтін қалдырып кеттім, соны көшіріп жазсаңыздар болады. Жазған мәтінімнің қазақшасын қысқаша түсіндіріп өтетін болсам, демалыс күні ол мектепке баратын күннің бір күн бұрын. Және демалыс күні жасалатын жұмыстар өте көп. Мысалға, хоббимен айналысу, немесе достарыммен далаға шығып қыдыру. Бірақ мен әдетте демалыс күні тазалықпен айналысқанды ұнатамын. Мен ата-анама көмектесемін, ерте тұрып ыдыстарды жуамын, өзімнің бөлмемді жинаймын, және барлығы оянғаннан кейін мен үй тазалағанды және тамақ пісіргенді ұнатамын. Яғни таңғы ас жасау мен үшін қиын емес. Және менің таңғы ас жасағанымды анам қатты жақсы көреді. Біз әдетте дүкенге бірге барамыз, әкеммен бірге, және әкем демалыс күндері машина жууға ұнатады. Ол маған да ұнайды. Және барлық жұмыстар жасап болғаннан кейін біз бірге кино көреміз. Маған үлкен адамдарға көмектескен ұнайды. Үлкен адамдарға көмектескен кезде мен өзімді қатты бақытты сезінемін. Яғни оларға көмектесу ол өте маңызды. Мен көмектескенді қатты жақсы көрем, және бұл жасаған
жұмысы маған өзіме бір ләззат алып келеді. Оқушылар, біз барлық тапсырмаларды орындап біттік. Егер канал сіздерге ұнаса және пайдалы болса, каналға тіркеліп алыңыздар. Алда біз көптеген БЖБ және ТЖБ тапсырмаларын осылай дұрыс жауаптармен орындайтын боламыз. Бізді жоғалтып алмаңыздар.